Таңшолпанмен таң атырып, мың бір түнмен күн баттыратын Қазақстан ұлттық телеарнасының көрермендері амансыздар ба? Армысыздар, аман есен бармысыздар? Енді біз сіздермен бірге нағыз қазақ үшін маңызды тақырыптарды отбасы институтының құрау шаңырақты биік қылу, керегені кең қылу, уықты тең қылудың әдемі мысалдарын талқылауға кірістік тікелей эфирде. Бұрынғыдай жазып алып көрсетпейміз, қазір сізбен бірге талқылаймыз, себебі тату тәтті енді арнайы сөз үшін тікелей эфирде. Шапалақтау үшін осылай, қошеметтеу үшін деп жүремін ғой. Біз үздіктер маусымындамыз, ардақты ағайын. Бүгін сәрсенбі, яғни 3-ші күн болды. Тату тәтті енді тікелей эфирде алдарыңызға шығып жүр. Тағы бір мәрте естеріңізге сала кетейін. Үздіктер маусымы дегеніміз тату тәттінің 2-ші маусымда алдарыңызда өнер көрсеткен, бақ сынаған ерлі зайыптылардың арасынан, 40 жұптың арасынан ең үздік деген 8-ін іріктеп алып, осы жылдың аяғына дейін алдарыңызға шығарып отырады. Осы аптаның батыл қатысып отырған жекпе-жекке келіп отырған, келісіп отырған және бетпе-бет кездесіп, ұпайлары 8-8 болып тең түсіп отырған біздің жұптарымызбен тағы бір мәрте таныстыра кетейін. Қошеметпен қабыл алыңыздар. Түркістан облысы Сарыағаш қаласынан келген Нұрберген келіншегі Насибамен бірге. Жаным сол. Мына образбен сәлем беру керек бағалай өзі. Кел аба. Насибе, жасыңыз қаншада? 26. Нұрберген менен кішкентай, Ондaka бақытты болайын алайын деймін, кән кетті. Бақытты болайын алайын. Екі стоп. Неге бұлай? Өттілемеш десіне. Күліктің жаманы болмайды ғой. Насиба мынау үкіленіп, жаңағы желбірленіп, әдем болып кепсіз. Кешегі Бибімария апамыздың сөзі өтіп кетті ма? Жоқ. Негізі өзім үйден құрап ойлап келгем, бірақ ол кісінің сөзі де әсер етті кәдімгідей. Үйден әкелдім. Қуанып қалдым өзімнің осындай образын алып келгеніне. Кеше айтпайсыз бен өзімде кейін деп тұрғам деп. Мен өйтіп қатты сөйлемедім ғой. Сөз қалмайтын еді аузыңызда. Сөйлемей қойдым. Бибімария ападан қатты нетіп қалдым андай. Үлкен кісі ғой енді, қаймақ мысы басып тұр ғой, ене ғой бәрібір. Ене ғой бәрібір дейсіз. Жақсы, бара қойыңыз. 5 қойды ғой бірақ. 4 қойды. 4 қойып бетсіз. Мақтап тұрды да 4 деді ғой. Жарайды, Нұрберген, әдемі ғой киіміңіз. Мынаумен сіз келдіңіз ғой киіп, Осы киімді кидіңіздер, сіз қателеспесем. Тамаша. Ал енді орамал тақпаған тағы бір жұп бар. Тақпаған. Жақсы, Қызылорда облысы Қазалы ауданынан келген Шарапат сүйіктісі Махаббатпен бірге. Бізде Бибімария апаны тыңдап. Қойыңыз, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз. Қош келдіңіздер. Көңілге қалай? Күшті. Енді өтірік айтпай қойын, құрметті көрермендер. Бірінші бала болған кезде, ол кішкентай болғанда, есі аңқып тұратын кезде, еңбегін иіскеп жіберсең, желкесін иіскесең, терінің есі тәтті болып тұрады ғой, бір 2 күннен кейін сағына бастайсың. Махаббат бір көзінің жасын сығып алғаны бар. Жаным тосылған жоқ бет ол жасты. Қалайсың, Махаббат, баланы сағынып кеттің ба не? Қайттан макияж жасаймыз ба? Сүрт жүр. Ақпай жатып сүрт о. Ой, бұл жаным-ау. Сағынып атсың ба? Ауырып жатыр ма еді? Жоқ. Таңертеңнен бері суреттен қарап сөйттім, сағынып жүр ойдым. 3 күн болды ғой көрмегелі, Бірінші рет қой, алысқа шығып тұрғаны. Бірінші рет 3 күн. 3 айдай өтті. 2 күн бар. Қалай тұрасың мына эфирде? Ертең. Ой, жаным аусу. Нека келіншегін құшақтайын ба, өзің құшақтайсың ба, не істейсің? Жылама, сен мама деп өтіп. Кім қарап жатыр балаға? Енем. Әжесі. Ата әжесі. Барған кезде мама деп тұрады дейсің. Әзілдеймін. Жоқ, ол кісі ондай жоқ. Білем, қалжыңдап жатырмын. Видео қоңыраумен сөйлесіп тұратын шығарсыздар, Звондаймыз ғой. Қайта ма? Қайта бір звондай бермейміз өзімізге. Құшақтағың келіп, ескегің келіп па? Сондай болып жатыр ма? Өзім көңілім түсіп кетеді. Жылауым келіп кетті. Ұмытып қалғанмын біз негізі ол. Соған ренжіп қалдым. Ой, ұмытпайды, қойыңызшы. Өзім, сол ма? Әлі 2 күн жүрем. Мен барғанша мен танымай қалады деп қорқып тұрсың. Біреу болатын естіп жүр ғой, бұлар сағынып нетіп. Ертең біз сияқты 4-те болса қашады сосын. Үйде кімге тастарын білмей.
қайта таппаған демаламыз екен. Мына әңгімені көп ата-ана жақсы түсінеді қазір. Сіз кәсіпкерлем деп. Қазір деп шоқ болып кетеді. Бізге де бұйырсын, бұйыртса. Иә? Қашпаймыз бірақ. Жақсы. Менің ойымша аналардың бәрі түсінеді махаббатты. Өзіміз бір күн жаңағы мектептен кейін шығып қалып жатса, сағынып жатамыз кешке жақын. Біртүрлі. Менің жасы қызым кішкентай емес енді қатты, бірақ сонда да сағынып жүремін. Сондықтан махаббат түсініп тұрмын. Енді түсінікті, енді төртеу екен, енді сізде енді. Көп көрмейік, енді көбейе берсін, аумин. Ал, тілек керек басын. Болды деп тұр ғой, иә. Өзі Егіз болсын, аумин. Менің ойымша Насиба тағы бір ұл туса немесе тоқтасын деп қояды ау. Тоқтасын деп қояды. Ха? Осындай есімдер бар ғой. Жарайды, әзіл әңгіме өз ретімен жақсы, құрметті достар. Біздің кейіпкерлеріміз студияға үйреніп алсын, ашылып алсын, кішкене тікелей эфир бар, толқиды. Соны сейілтіп алайық деп, бәрі махаббат қазір бір жылатып шығарып алмасақ, айтатын әңгімесінің бәрі дір-дір етіп шығатын болады. Дауысы жеңілдеп қалайық. Жақсы. Махаббат барғаннан кейін бізге видео қоңыраумен сәлем жолдайсың балаңгөй, не? Біз сонымен эфирімізді бастайық. Бүгін де ас әзірлейміз. Бүгін сіздермен бірге тұра жөным осу. Жарайды, я, болды енді, ашыңыздар ал. Бүгін біз сіздермен бірге ас әзірлейміз. Қандай тағам? Құлпынай тұр, әдемі, мынау не, Райхангүл ғой деймін, не? Жалбыз екен ғой. Иісі бұрқырап енді. Мынау сүзбе, қаймақ, ұн, бір жұмыртқа. Чизкейк? Сондай бірдеңе болады. Панкейк? Не болады? Клубника қаймақ ек. Қазақша сөйлеш. Армения үшін ғой, примерно. Иә? Алардан білмейміз енді, көрейік. Тәтті. Тәтті болайын деп тұр ғой, мынау безендіру үшін бір пирог, кішігірім бір сырнеке бірдеңе үшін. Білейін. Окей. Жақсы. Енді таныс болыңыздар, сіздер сүзбелі құймақ пісіресіздер. Сырнеке дейміз. Бізде қазақта бәрі бәліш, қазақта бәрі құймақ қой. Бірақ енді былай молақ болып тұрады ғой. Сүзбемен жасалатын сол сырнеке сияқты құймақ жасаймыз. Құрамы алдарыңызда 100 грамм сүзбе бар, қаймақ 100 грамм бар, 50 грамм ұн, бір жұмыртқа, 180 грамм құлпынайдан қойдық, жалбыз бар, тұз бен қант бар. Өте оңай, жылдам, әңгімеге алаңдамасын деп, жылдам пісірсін деп, әлі жігіттер қиналып кетпесін деп, өзінде жеңіл рецепттер сұрап алдық. Әрі бір жағынан біздің көрермендерімізде көріп үйреніп алсын, алдағы каникулдар келе жатыр, балаларға таңертең ұсынуға дәмді тағамдар болады. Қалай пісіреміз? Алдымен сүзбені күштен өткіземіз, бір келкі масса қыламыз. Үгітілген сүзбеге шым-шым ғана тұз саламыз, қант жұмыртқа қосып араластырамыз. Қанттың дәмін өзіңіз енді ыңғайлайсыз. Бірдей бөліктерге бөліп, ұнға аунатамыз, сосын аз ғана майға қызартып қуырып аламыз. Дайын құймақтарды жидекпен әрлеп, қаймақ қосып ұсынамыз. Солай. Бүгінде енді біздің студиямызға бұл тағамдарға бағаны беретін кісі ерекше эксперт деп айтар едім. Аспаз емес, бірақ анау мынау аспаздарыңыздан асып түсетін адам. Құпия қонақ болады. Сәлден кейін кім екенін көрерменге таныстырам. Біздің ұлттық арнаның бүкіл жүргізушісі, бүкіл редакторы бәрі ол кісіні ерекше дәл осы тамаққа деген талғам үшін жақсы көреді. Өте талғамды кісі. Сондықтан қазір танысасыздар. Ал енді бастай қойыңыздар. Іске сәт, ал жапқыштарыңызды кие беріңіздер. Көмектесеміз ба? Әлде ер азаматтармен әңгіме. Осы түрімді шығармаш менің. Құрметті көрермендер, ал мен еске сала кетейін. Іріктеліп алынған 40 жұптың ішінен 8 жұп бір апта бойы, аптаға бөлініп, алдарыңызда өнер көрсетеді. Осы апта бойы алдарыңызда осы 2 жұп 5 күн бойы ас әзірлейді. Біздің бас аспазымыз Ескендірдің рецептілері бойынша. Күн сайын жиналған ұпайлар жұма күні қоржынға толығымен есептеліп, қоржынға түскен ұпайлар біз қорытынды ұпай бойынша үздік жұпты мейрамханадағы романтикалық кешкі асқа аттандырамыз. Менің ойымша тамаша сыйлық жұптардың арасында қарым-қатынасты берік қылуға, әдемі диалогтың орнауына себепкер. Және біздің бұл үздіктер маусымындағы ерекшелік, құрметті көрермен, бұл эфир сіздікі. Хабарласыңыз, тікелей эфирге қоңырау шалыңыз, айтатын ойыңыз ортаға салыңыз. Біздің тақырыбымыздың ашыла түсуіне, дами түсуіне, өрбуіне сіз үлес қосыңыз. Себебі бұл жердегі бағдарламадағы кейіпкерлерімізді сөзге тартудың ең басты мақсаты олардың жеке өмірін қазбалау емес, құрметті көрермен. Дәл осы кейіпкерлеріміздің мысалы арқылы жалпы қазақ үшін ортақ мәселелердің түбіне жету, шешімін табу,
жақсы өмірге қарай ұмтылыс жасау. Менің ойымша әдемі мақсат қазақ даму үшін қолдан келгеннің барлығын жасау керек деп ойлаймын. Ендеше мархабат, хабарласыңыз, біз сізді тыңдаймыз, біз сізді жақсы көреміз. Ал енді құрметті достар, дайынбыз ба? Мен бір жақсы нәрсе айтқым келіп тұр. Біздің жобаның мына жердегі жап-жас қатысушылары екінші маусымға қатысып кеткеннен кейін бір жақсы жаңалығы бар. Айтшы. Аяғы ауыр десек. О, көп халықтар мау. Біз баспана әрине. Аумен деп жаңа, егіз тап дегенге аумен деп жатыр. Вау, күшті. Біз баспаналы болдық. Қазақ елі сүйіс сұрағын келеді. Осы тату тәттіге келгеннен кейін ел халықтың тілегі қабыл болған секілді Алматыға барып, бір аздан қиындықтармен баспаналы болдық. Сүйіншіңізді дайындаңыз қазақ елі. Тамаша. Іші балаға толсын. Қандай тамаша. Іші балаға толсын, іші жанға толсын. Шарапат пен махаббаттың осы баспанаға қатысты, жалпы әлеуметтік жағдайына қатысты жағдай болған. Ау. Құтты болсын, жұғысты болсын бізге де. Жұғысты болсын. Сіздерде үй жоқ бет? Бөлек шығуға? Жоқ, бөлек шығамыз, үй алғыларыңыз келіп жүр. Баспаналы болуға. Күшті. Мен жұғысты болсын. Шарапат, бір кофтаңды беріп кетесің бе? Арымдап. Негізі құрметті көрермендер, мен мына жерде Насибаға арнайы сөз беріп жатқаным, бізде қазақта бір қалыпты болып кеткен бір мінез бар, әдет. Біреу жақсылық жасап жатса, анау сөйтіпті ғой, бүйтіпті ғой, қайдан алған ақшаны деп талқылайды, үй алыпты ғой, қайдан алған деген сияқты. Бір болады сондай. Немесе біреу өсіп, дамып, алға жылжып бара жатса, кім көмектесіп жатыр? Біреудің туысы шығар, немесе бір қалай өсіп жатыр деген сияқты сұрақ қойып жатады. Білесіздер, болады ғой ондай жағдай, Жоқ, ол адамның өзінің еңбекпен жетуі мүмкін емес сияқты. Жоқ, ол адамдардың өздерінің бірдеңе қылып тірнектеп ақша тауып үй алуы мүмкін емес сияқты. Бізге қазаққа жоққа шығарып не істейді ғой. Бізге қазақтарға, жалпы біздің қоғамға бір-бірімізге қуанып үйрену керек. Насибаның осы әрекетіне мен риза болып, әдейі сөз беріп жатырмын да. Өйткені біреу үй алса, біреу құдай балалы болса, балалы болмай жүрсе, несиесін жапса, мысалы, жаңа көйлек алса, қызметте өсе, оқуға түссе, қуаныңызшы. Қуанған адамға Құдай екі есе береді дейді. Бір-бірімізге қуанып, қандай кең екенімізді көрсетейікші. Сондай әдет қалыптастырайықшы, бір өтінішім. Дәл осылай Шарапат үшін қуанып хабарластырған көрермен бар екен. Ендеше ау деп жіберейік сізге. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Алло? Сәлеметсіз бе? Ау, эфирге қостық сізді. Сәлеметсіз, қалайсыз Айгерім ханым? Шүкір. Өзіңіз қалайсыз? Жақсызы. Апау, теледидардың дауысын... Бағдарламасы күшті. Жақсы жүргізесіз. Теледидардың дауысын өшіріп жібересіз ба? Өтініш, үлкен өтініш. Бастым. Супер. Айта қойыңыз. Махаббат пен Шарапат мырзаға жақсы нәтиже алып, жақсы көрсеткіштер көрсетіп. Апасы теледидардың дауысын басқан жоқсыз ғой? Теледидардың дауысын баспасаңыз, әңгімеміз ұзақ болып кетеді біздің сізбен. Бастым. Жарайды. Шарапат пен Махаббат ханым екеуіне құтты болсын деймін, үйлі болыпты, іші сәбиге жанға толсын деймін, сырты малға толып, тату тәтті бағдарламасында жақсы жетістікке жеткеніне өте қуаныштымын. Тек алға. Аумин. Рахмет, сізге де жұғысты болсын, туысқандарыңызға. Көп рахмет сізге, көп рахмет айтамыз. Ниетіңізге рахмет. Жалпы, енді неге біз Шарапат пен Махаббаттың пәтерлі болғанына қатты қуанып жатырмыз. Көрермен екінші маусымды көрмей қалған болса, еске түсіре кеткім келеді. Дәл осы Шарапаттың жалпы отбасын құрған кезде Махаббаттың стипендиясына қарап қалған кезі болғанын, әйелінің қолдау көрсеткенін талқылаулардың ішінде айтқан едік. Сол кезде маған қатты бір ұнаған нәрсе жұп болып қарым-қатынастың материалдық жағдайлар үшін бұзылмағаны.
әсер еткен жоқ бізге. Сыннан әдемі өткендеріңіз. Міне дегендеріңізге жетіп жатырсыздар. Мен сол сәтті көрермен бір есіне түсіру үшін бір қарап алайық, еске түсіріп. Той жасап үйлендік қой, Қызылордада той болды да. Соны біз келіннің оқу басталып Алматыға бөлек келдік. Мен біраз өнерден кәдімгі шығып кеткенмін ғой, түсінбей, тойға барса анда бүйтіп түсінбей, қалай еді деп жүрген кездерде мен бір 2 ай қыстың кезінде кетіп қалдым, үйде жаттым. 2 ай жаттым, кәдімгі дым. Сол кезде мен келіншегім Алматыда Абай университетінде оқыды. Таза жақсы оқыды. Сол айына стипендия алады. Бір ай, уже 2-ші айға қарай қаңтар айларында мен кәдімгі үйде жатып қалдым. Соны маған ақша керек болды ғой. Сонымен мен ол кісіден сұрадым, келіншегімнен. Маған ақша керек болып тұр деп. Бірақ намысым жібермеді. Қарызға деген сияқты ертең берем саған деп алған кезім болды. Алған кез болды. Міне енді несібе берекелі болып қайтып жатыр, иә? Сол кездер жалпы бөлек шығу деген жағдай, мысалы, өз алдыңа, өз қаржыңды, өз несібеңді дұрыстап реттей білу, кез келген өмірді енді түсіріп үйреніп жүрген ер азамат отбасы үшін қиын. Қалай осы қиындықтан өттіңіздер? Сол қарызын беріп тастау керек. Негізінде көп жастар негізі бөлек шығуға асығып қашады ғой. Бірақ оның да өзінің қиындықтары бар дейсіз. Өте қиын болды негізі. Біз ауылдан келдік, Қызылордадан келдік қой Алматыға. Ауылда 2 ай жатып қалғаннан кейін мені ұмытып қалған ғой. Осы жақта жалпы той айналасындағы халық, той жүргізетін жігіттердің ешқайсысынан қолдау болған жоқ ол кезде. Кәдімгідей жаттым. Қыстың кезінде шашым өсіп кеткен, бір жездем мен әпкемнің дача десек болады, сатып алған үйі бар еді, бір бөлмелі. Ол жерде газ жоқ, су жоқ ішінде. Біз сол үйде тұрдық. Енді ол өнер адам үшін өте бір қиын дүние ғой. Өзін өнер адам бола тұра, сондай ұсылы жағдайда тұру. Содан үйіміздің шаңырағымыздың шайқалмауының бір себебі екеуміздің арамызда тәттілік бұзылған жоқ. Бірақ махаббаттың аяғы ауыр, оқуда оқиды, құрдастардың бәрінің үйі бар, жақсы жерде тұрады. Содан үйге сабақтан келген кезде мен от жағып дайындап қоюым керек болады, көмір жағам. Сол кезде кей күндері біздің мынадай жағдай болды, үйдің оты жанбайды. Үйдің оты жанбайды да, Әйгерім ханым. Үйде түтін тартпайды да, ол үйдің ішіне қарай түтін болып тұрады. Иә, теріс қарай не қылады. Ыстанып, иә. Үй былайша өнер адамыз, мына кісі оқудаған, үстімізден иіс шықты, ыстың. Түсініп тұрған жаса үй қара түтін. Кейде ұйықтаған кездері калимамызды айтып қорқып ұйықтаған күндері болды. Иістеп қалмасақ болар еді. Аман есек шықсақ екен осы бүгін түннен деген күндерімізде болды. Өйткені түтін көзімізге көрінеді. Түнде де талай тартпай қалып, үйіміздің батареясы қатып қалып жарылған күндерде болған. Бірақ астымда жаман көлігім, ол мына жақтан бұзылады, үйге келесі үйде от тартпайды. Бірақ енді сондай қиындықтардан өттік. Біз үшін өте қиын болды. Махаббаттың стипендиясын жұмсадым. Енді оны негізі қазір айтқан мен үшін ұят болып тұр. Бірақ сол кезде менің жалғыз мүмкіншілігім сол махаббаттың стипендиясын ақша алу болды. Мен негізі өзімде ой болған, мен махаббаттың ақшасын ешқашан алмаймын деген. Осылай қанша уақыт жүрдіңіздер? Біз 1 жыл... 1 жыл емес, көктемге дейін. Көктемге дейін ма? Қыс, иә? Ұзақ өтті енді өткенде. 5-6 ай. Мен махаббатқа ешқандай салмақ салған жоқпын, ол әйел адам ғой. Өзіме алдым салмақты да, қиыншылықты да. Бірақ енді арасында 2 қабат бола тұра, мен арасында бір тойға барып келем, махаббатта от жаққан күндері болды. Мен бірақ қорыққаным, енді 2 қабат қой, құлап қалама деп қорқасың, сосын иіс бар бір жағы. Сосын тамақ ішіп отқанда да ойыңа келе береді. Мен иіс болып қалмадым екен деген сияқты. Уайымдап жүресіз. Уайымдар өте қатты. Махаббат қандай, осы сәттер қалай болды? Мен үшінші бірақ намысты өте қатты сол уақытым. Кейде болады, ұйқыдан тұрған сайын шүкіршілік етемін осы үйде жатқанда. Шүкір, өйткені мен үшін ол намысты болды. Өйткені менде қанша ел жұрттар, өзім туыстарым бар, мына жақта қайын жұрт болады, ағайын, нағашыларым. Сол екі ортада менің ойым бұйыртса мен бәріне шығам, пісем дедім. Бірақ мен ол кезде түрім танымайсыз. Шаш өскен, шаш алуға ақша болмай қалды ғой. Сенесіз ба? Бірақ мен жұртқа көрсеткен жоқпын оны.
кейбір продуктымыз нағашыларымыз әкеліп берген кез болды ғой. Бірақ енді шүкір. Жаңағы иіс шығу деген нәрсе маған да таныс жағдай негізі. Үйдің іші тартпай көк түн болып кетеді ғой, иә, жаның шүбірекке түйіп қаласың. Менде де солай болған. Кішкентай балам мен туылып келген кезде қырда болдық қой, бір бөлмеде жатамыз жаңағы бәріміз. Сол кезде сондай көмірдің иісі шығып, балам уланып реанимацияға түсіп қалған. Ана пеште жарық шақтар пайда бола ма сонда? Содан шыға ма? Жоқ, андай дұрыс жанбай қалады да, сол түтін шығады. Мұржап теріп қалатын шығар, иә? Ішке қарап тартып кетеді да. Мысалы, сыртқа қарай шығатын түтін үйдің ішіне қарай. Бала ауырып қалған жоқ па? Бала ауырып. Бала ауырып реанимацияға түсті ғой. Содан ба? Өкпесіне толып қалған? Иә, өкпесіне толып қалған. Біздің сосын қалаға көшуіміздің де бір себебі сол болды ғой. Солай көшіп кеткенбіз. Басында. Ананы аударыңызшы. Сіздер қалай шықтыңыздар бұл ситуациядан? Біз енді бұл ситуациядан енді отбасы, әр отбасының жыртық үйдің құдайы бар дейді. Нағашыларым негізінде сол тығырықтан шығуыма көмектесті. Бір жағынан өзімнің де етім тірілігі, адаммен араласуым өте қатты үлкен пайдасы дейді. Өйткені мен осы жағдай бәрі сабақ болды ғой. Махаббаттың стипендиясы бітіп қалып, стипендиясынан ең соңғы ақшамыз 1700 теңге, үйде продукт таусылып қалады, 1700-ге продукт алмаймыз. Кешке қарнымыз аш, қол ұстасып отырып не істейміз, не жейміз бүгін деген кезде. Ең соңғы 1700 теңгемізге донер алып, бүгінгі күнімізге тамақ таптық қой деп келіп ұйықтағаннан кейін, бірақ сол күні қатты дұға жасадық. Білмеймін, Құдай бір берді әйтеуір. Не берді? Мен аяқ асты тойым көп болды. Той пайда болды. Тойым өте көп болды. Сосын мен бүгінгі тойға мысалы 30 мың қорсым, келесі уже 50 мың, мен 1-2 айдың тойды қалай таптың? Өзімнен өзге, білмеймін, мен енді өнердегі достарым. Алматыға келгеніңді айттың, жұмыссыз отырғаныңды айттың. Мен ескі достарым жақындай бастады, араласа бастады. Өзінен өзі иіскеп келген жоқ қой? Айтсайшы, қалай? Ескі достарым болады, осыған дейінгі бірге шыққан достарым болды. Сол жігіттермен қайта өздері хабарласып, досым, қайдасың, барсың ба, келдің ба? Инстаграмға сторис салдың ба, келдім деп. Инстаграмға салуға ұялам мен ол кезде. Бірақ ол кезде Инстаграмды негізі жүргізбейді. Окей, өзінен өзі хабарласты достар. Мен достарым, сонымен олармен араластым, мен айттым, мен бұрынғыдай бағаға қарамаймын. Маған айттыңдар, ақша керек. Мен бірақ айтпадым, жағдайым жоқ деген жоқ. Бірақ айттым, той болса айта беріңдер, мен барам дайымын дедім. Сонымен айтыр, сол жігіттер туған күнге де барды, біреудің тұсауын кессе де бардым, үйіне біреу телевизор алып ет асса да бардым, новый аяқ киім алған үйге той. Жұмыстың түріне қараған жоқ, сіз істей бердіңіз бәрін, иә? Қараған жоқпын. Енді мен кәсібім осыға қолымнан келген іс болғандықтан ештеңе қараған жоқпын. Кейбір тойларға тегінде барып пакет береді ғой, сарқыт салып жіберсе болды, досым деп те барғым. Окей. Түсінікті, қазір оны айтамыз. Біз хабарласқан көрермен күтіп қалған екен, бір тыңдап алайық, сосын осы ойды жалғастырғым келіп тұр. Сәлеметсіз бе, эфирдесіз? Қайырлы күн. Иә. Сәлеметсіз бе? Ау, қалыңыз қалай? Алло. Иә, эфирдесіз, қостық сізді. Мен мына Насиба ханымға пікір білдірейін деп едім, қолдау білдірейін деп едім. Қандай қолдау? Есіміңіз кім болады? Мен күнделікті көрерменімін, неден жақсы керемет блогер, үлгі аларлық. Насибаның оқырманы сіз. Рахмет. Қандай тамаша. Күнделікті стористарын қарап отырам. Тамаша. Өте керемет жұп, керемет блогер. Нұрберген екеуі тамаша жұп дейсіз. Тек алға сәттілік тілеймін. Рахмет сізге көп. Хабарласқаныңызға, ой, Насиба бір рахаттан қалып. Насиба оқырмандарым деп. Тамаша, жан болсында қазақтардың бір-бірін осы жалпы көрермендердің, адамдардың, оқырмандардың бір-бірін қолдап отырғанның өзі қандай тамаша. Біз солай жанымыз семіреді, біз солай өсеміз, біз солай дамимыз. Оқырманның өзі бір халық негізі, кәдімгідей қолдау білдіреді. Ойбай, ең үлкен күш қой ал деген. Жаныма ойбай деппін ғой. Жақсы, құрметті көрермен, біздің күшіміз сіз. Біздің жоба сіздің арқаңызда күшті, мықты және эфирлерімізде айтылатын тақырыптардың барлығы тиісті деңгейде ашылады, тек сізбен бірге. Тікелей эфирге хабарласыңыз, аздаған үзілістен кейін қайтадан осындамыз. Тату тәтті енді арнайы сөз үшін тікелей эфирде. Бақытты болайын алайын. Екі стоп. Ой, жаным осы. Ека, келіншегін құшақтайын ба, өзің құшақтайсың ба, не істейсің? Жылама жаным, сен мама деп айтады.
не болады? Клубника қаймақ ек. Бірақ анау мынау аспаздарыңыздан асып түсетін адам құпия қонақ болады. Бір жақсы жаңалығы бар. Иә. Айтшы. Күшті. Жұғысты болсын бізге де. Жұғысты болсын. Иә. Иә, құрметті көрермендер, тату-тәтті міне 3-ші күн үздіктер маусымы. 3-ші күннің 2-ші бөлімінде де келіп қалдық. Біздің жұптар әдемілеп тұрып, құймақты пісіріп жатыр. Насибаныкі пісті. Ал біз хабарласқан көрерменімізді қабылдайық. Сәлеметсіз бе? Телефон қоңырауындағы көрермен, қайырлы күн, қалыңыз қалай? Саламатсыздар ма? Вау, бізге ер азаматтар хабарласып жатыр ғой. Қайырлы күн, амансыз ба? Саламатсыздар. Мен Сәлеметсіз. шарапатқа сұрағым бар еді. Шарапатқа сұрақ бар. Окей. Қоя қойыңыз, тыңдап тұрмыз. Әйеліңізге мақыр не бердіңіз? Мақыр деген сұрақ. Мақырға еркіндік бердім. Берді, келіншегіме мақырды әлі берген жоқпын. Сен еркіндік беретін кім едің? Мақыр. Дегенше біз некені осы ше осы жылдың көктемінде қиғанбыз. Үйленгеннен кейін, баладан кейін қиып. Иә. Көп сөйтіп жатады, әлі некесін қимағандар бар. Не сұрадыңыз мақырға? Комплект деп сұрағам. Алтын. Бәрі сияқты. Иә. Енді берем. Қашан? Енді берем. Өз айтты, енді өз ыңғайыңа қарап. Қазір жағдайым жетеді, алып беремін. Оған да аз қалды ғой. Бір той дейсің ғой. Бір той ғой, иә. Бір жарты сағатта бұйыртса бақып Бір келсем. тойда қанша аласың? Қазір шүкір 300-400-ге көтердім. Тамаша. Сарқыт пакетпен қайтқан күндер артта. Иә, ол күндерім ұмытпаймын. Ержан сол. Айтып тұрған батылдығынан айналайын негізі. Ол айта бермейді оны. Әрекет ету керек, бірақ енді мен жаңа енді дұға жасадым деп жатырмын ғой. Бірінші, бірақ дұғаның артында үлкен менің әрекеттерім тұрды ғой. Әрине, соны айтшы. Өзіме қарадым, орысша айтқан товарный вид дейді ғой. Мен өзім дайындадым, шашымды алдым, үйде от жағып тоқтаттым, үйге туысқандарын шақырдым. Мен бір аптадай дайындалдым, әрекетімді жасадым, жаңа қарызданып, жаңа киімдер алдым. Ана жігіт бұрынғы есік таныс ағаларым бәріне хабарласып, достарыма хабарласын. Сонымен әрекеттің арқасында Құдай берекетін берді. Бұл дұрыс екен. Негізі дұға етіп, немесе біреуден жұмыс сұрап, соны күтіп жатып қалатын адам көп, иә? Әсіресе жігіттерден былай Сұрамайды да ал. дұға ету былай тұрсын, былай біреуден хабарласып, ол жақын арада 1-2 айда жұмыс бар, бір орын босап қалуы мүмкін десе, соны күтіп жататындар бар. Иә. Не істеп жатыр, ол жұмыс күтіп жатыр дейді, негізі Көп еркек намыстанады. Мен еркектердің ішінде айтайын ба? Бір досы бар ғой, өзінің қасында досы, мықты бизнесмен, болмаса бір мықты ақша жақсылаған жұмыскер болса, егер мына досың жағдайы нашар болып, мына жағдайы нашар дос, мына досыңыз звондауға намыстанады. неге? Ол ішінде мен көп еркектен естимін ғой, ұят болады дейді. Яғни ол әйелі, баласы жағдайын жасамағаны намыс емес, бірақ біреуге оның ақшасы жоқ екенін айтқан намыс. Намыстанады, досым бірге жұмыс жасайық. Менің ойымша бұл жалған намыс. Шыны Шыны керек, бұл жалған намыс популизмнің бір қыры деп ойлаймын. Насиба, сіз келісесіз бе? Нұрберген? Иә? Өйткені менің ойымша балаңа жағдайды қиын қылып қою намыс. Иә? Үйге кешке тамақ жейтін табақ таппау намыс. Баласына қалауын әпере алмау, әйеліне қалауын әпере алмау, өзің бір жақсы өмір түсіру, ол намыс емес. Барада біреуге айту, жұмыс сұрау намыс. Миға сиятын нәрсе емес қой негізінде. Иә, бір жағынан біздегі тым көп несие, микрокредиттік ұйымдардан несие алып қоюдың негізгі себебі бұл жақындардан көмек сұрамау. Одан да барып банктен сұрай салайын, одан да барып микрокредиттік ұйымнан сұрай салайын, той жаса салайын, көйлек ала салайын, әдемі бола салайын, көйлек ала салайын деп, жұртқа жылтырақ болып көріну үшін өзін жаңағы құдыққа батпаққа батыра беретін адамдар бар да. Одан да жақыныңа көмек сұрау. Қазақ асар деген ұғым бар. Қазақта бір-біріне қолдау, бауырласу деген ұғым бар. Одан да содан ол қайтарасың деп ақыл айтып кеттім. Жақсы, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдағымыз келіп тұр. Қайырлы күн. Эфирге қостық өзіңізді. Сәлеметсіз бе? Саламатсың. Амансыз ба? Теледидардың дауысын өшіре қойыңызшы. Жағдайың жақсы ма? Шүкір. Өзіңіз қалайсыз? Мен сендердің мына тәтті программаларыңды күніге көріп отырамын. Өте керемет. Тамаша. Жаңа блогер жігітпен қасындағы махаббат деген келін бар ғой. Солардың отбасының
тәртіпті өмір сүріп жатқанына қуанып отырмын. Бәрі мынау мына жақта да бар бізде ондай. Блогер деген. Мына жақта. жанды келеді ғой балам. Соны қадірлей біл. Жаным айналайын. Өзің де бір көрікті екенсің. Сендерің бақытты отбасы болып үй алғандарыңа қуанып отырмын. Үй деген өте керемет қой. Сол бір жақты болып, өз отбасыңда, өз аяғыңды беймарал созып жатқанға не жетсін жаным. Айналайын бақытты болыңдар, бір-біріңді қадірлей біліңдер. Кішкентайларың көбейе берсін. Айтқаныңыз келсін. Ана екеніңді көрсетіп, кішкентайыңды еске алып отқаның, одан бетер мен де елжіреп отырмын жаным. Өзіңіз қалайсыз? Өзіңіз қай жақтан хабарласып тұрсыз, апау? Шымкент облысы Шардара ауданы Жаңшығым ауылынан хабарласып отырмын. Неше немере бар бұйырса? Құдайдың бергені бар балам. Әзір қолымда 5 немерем бар. Ой, шүкір, тамаша. Ғой үлкен немерем 6 оқиды. Сол апа хабарласыңызшы дегеннен кейін соның тілегімен хабарласып отырмын. Немереңізге жалынды сәлем. Тамаша. Немерелеріммен көріп отырмыз ғой сендердің хабарларыңды. Немереңіз мықты азамат болсын, апа. Рахмет етіңізге, көп рахмет. Келсін жаным, осылар үшін өмір сүреміз ғой. Рахмет көп. Жаңшығым ауылынан сәлем. Сәлем, сізге де рахмет. Сізге сәлем. Бүкіл көрерменге сәлем. Немересімен, немересінің хабарлас дегені жақсы болған екен. Жалпы, өйткені бала кішкентайынан бастап, осындай жігіттік намыс деген, жалпы отбасы алдындағы жауапкершілік дегенді санаға сіңіре бастасын деген ниет бізде. Я Нұрберген? Бір әдемі едіңіз ғой? Енді бізге сұрақ қойып жатқан жоқ қой, ар жақта. Сұрақ қойып ше. Жаңағы қиын жағдайды айтам. Үйдегі бала реанимацияға түсіп қалды, жансақтау бөліміне. Қалай болды? Енді ол кезден біздің ауылда көмір жағады ғой. Көп ауылда әлі де олай жағатындар бар. Бұл жақта көмір жағып, екеуміз мал даядық қой өзі. Сол мал жайғастырып жүрген кезімізде кішкене жаңағыдай пешкі тартпаған. Біз өзімізге білінбеген ол. Ол бір жаймендеп неған ғой. Сосын кейін мынау жыламайды деп, жаңа емізейін деп ұятса, бала ұқтап жатыр да. Көзін ашпайды. Көзін ашпайды, ұқтап жатыр. Бірақ сырылдап дем алып жатқан. Сосын енді қарны тоқ бола жыламайды ғой деп, сосын отырып. Мән бермедіңіз. Уақыт кетіп барады. Уақыт кетіп барады, сосын кейін. Ол кезде біз көмірге оңғанын білмейміз ғой, себебі өзіміз ішке кіріп шығып жүрміз, бізге білінген жоқ есі. Сосын оянбағаннан кейін, емізуге оянбағаннан кейін біз врач шақырдық, уже сразу скорый шақырып сөйтіп алып кеткенбіз. Сосын кейін қырда тұрмаймыз, болмайды бұл жақ деп нетіп, кейін Сарыағашқа көштік қой ауданға, жаңағы көмір жақпайтын жерге. Көмір жақпайтын жерде өсіріңдер деді сосын. Енді балаға зиян деп, иә? Балаға зиян деп. Біздің жалпы дамуымыздың жаңағыдай, енді мүмкін шарапаттардікі де дұрыс шығар, сол қалаға барғаннан кейін дамып тұр ғой, енді ананы істеп, мынаны істеп, әрекет берсеп. Біздің де дамуымыздың, осылай болып тұруымыздың бірінші себептерінің бірі сол біздің қалаға келуіміз ғой. Сондай себеппен келдік, бірақ әрі қарай дамуға әрекет еттік, жұмыс істедік, ары бермен блогымды жүргіздім деген сияқты. Бір қиындық, бір жақсылық қалып барады. Мен балаларым сондай өмірде көргенін, сондай қиындықтармен өскенмен қаламадым. Қалада, мектепте, қаланың бақшасында болған қалған нәрсесін алып беріп, жия алатындай. Енді қырда мүмкіншілік болмады ондай нәрселерге, бір нәрсе алып бере салатын, жейтін нәрсе, ойнайтын алаңдарға апару деген нәрсе болмады. Соның барлығын мен қаладым, солай келдік. Бұл қалаулар Нұрберген ауылда өскен, аттың құлағында өскен, ауылдың қарапайым баласы болған кезде, мынандай қалаулары ер азаматқа бірінші түрпідей түйеді. Не айтып тұрсың дейсіз ғой? Болды ма сондай жағдайлар? Ондай болды, кейін жаңа кішкене баламыз өзіміз ерекше жақсы көрдік. Есімін Димаш деп қойдық. Фамилиясы Құдайберген. Димаштың ауырғаны ойланды. Сосын врачтар солай айтқан екен, мәжбүрен солай. Қалаға барып тұру керек болды. Сосын қалада квартира жалдап тұрдық. Пәтер жалдап тұрып жатырсыздар ма? Сол екен ғой жұқыстасын болып жатқан, иә? Жұқыстасын болып жатқан сол ғой. Былай жинап жатырмыз ғой? Тұрып жатырмыз ғой. Жинап жатырмыз ғой? Ақырындап жинап жатырмыз. Қашан енді бұйырса? Келесі қадамымыз Құдай қаласа үй алып болсын деп Нұрберген? Үй аламыз. Әрекет ету керек қой, ішпей жемей жинау керек қой. Барынша. Келесі жылға жазып қойған мен блокнотыма. Жас бала ақыл айтып отыр ғой. Не дейді? Келесі жылға әрекет ет дейді. Ағам бір 10 көкпарға барса бұйыртса, иә?
Алла берді. 10 көкпар бола ма екен бір жылда? Болмайды ма? Көкпардан ол енді. Хобби сияқты ғой. көкпар ол дүние жинайтын нәрсе емес қой. Ол хобби деп ойлаймын, иә? Негізі сіз кім болып жұмыс істейсіз? Негізі былайша бір мемлекеттің жұмысын істемеймін. Жалдамалы, фриланс. Жалдамалы, күнделікті жұмыс. Газелім бар, газелімен жүк тасимыз. Қол бос кезде көкпар шабамын дегенде бар. Блог. Иә, менде блог. Ол үйде. Инстаграм. Мен көшеде деген. Түсінікті, бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Ендеше тыңдайық, қайырлы күн. Сіз эфирдесіз, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе, Айсым ханым? Қалыңыз қалай? Көріп отырғаныма өте қуаныштымын сіздерді. Біз де Бүгін Насиба ханым мен Нұрберген ағайды қолдайып тыңдап тұр едім. Оқырманымын Астанадан. Вау! Жаңа үй алдық дегенге шын қуаны бала сияқты эмоциясын білдіріп жатыр ғой. Дұрыс, негізі мен өзім кезінде қайын апам үй алған кезде барып осылай құттықтап, сол үйге бір ыдыс аяғын жуысып көмектескенде іште қатты тілегем ғой. Маған да жұғысты болса екен осындай үй деп. И 8 айдан кейін сенесіз ба сенбейсіз ба сол үйден. Туф, қандай тамаша болды, тамаша, өте қуаныштымыз сізге. Мен Насиба ханымның осы жақын арада осы келесі жыл мүмкін үй алып кетеді деген сеніммен ол кісінің жаңағы көріп тұрған балаша эмоциясына қуанып, ол кісілерге қолдау білдірейін деп звондап тұрмын. Оқырманымын, өте жақсы семья, жеңіп шықсын осы сайыста. Рахмет сізге. Ұялатындар осы кісінің үйіне жіберу керек. Қазақта жақсы сөз болды, бағалай бергенге бақ қонады, қуана берген құт қонады деп. Сол сияқты бағалап қуанғаннан қуану керек. Тағы да бір мәрте астын сызып айтқым келіп тұр. Мынау Инстаграмдағы Насиба емес пе деп қарап отырған жоқ. Хабарласып, тілек айтып жатыр. Бір-бірімізге қуанған сайын жанымыз семіре бастайды, енді блокнотта бар ма үйдің суреті? Сурет па, жазып қойсың? Суретін Армандар картада, бірақ жазып қойғанмын. Я неше бөлмелі? 2025-те 10 бөлмелі деп, Тұранна деп. Вау! Астанада. Астанада емес, Шымкент. Тұран деген. Шымкентте Тұран деген район бар. Тұран деген ықшамаудан бар. Мені қалаймын сол жақта төбе жоғары. Тереземді ашқан кезде Шымкентті алақандағыдай көрінген. Витраж, иә? Сондай суреттеп барлығын жазып қойған. Қонаққа баратын үй ғой мынау? Құдай қаласа шақырамыз. Сіретпен. Алсақ шақырамыз. Тату-тәттіні шақырамыз ала қалса. Білмеймін осы жерден. Иә, шақырып кетеді, әйтеуір бәрі тойына шақырып кетеді, үйіне шақырып кетеді. Білмеймін, әлі біреуіне барған жоқ бізде. Құдай қаласа. Жарайды. Тағы бір көрерменімізді тыңдағым келіп тұр, сосын келесі тақырыбымызға өтейік. Сәлеметсіз бе? Эфирде қостық сізді. Қалыңыз қалай? Сәлеметсіз. Амансыз ба? Есіміңіз кім болады? Менің есімім Ләззат. Алматы облысынан хабарласып тұрмын. Мына екі бала менің балаларыммен қатар екен. Қайсысы? Ұлым бар. Қайсысы? Екеуі де. Өмірдің әрбір қиындығына мойымаңдар дегім келеді. Мына Шарапат үйлі болып жатырмын дейді, жаным айналайын. Үйің құтты болсын, іші малға, жаны, енді қаладасыңдар ғой. Жаны көп деген өзіңнің табысыңмен келген ақшаға толсын. Айтқаныңыз келсін. Айгерім ханым, мен сені өте жақсы көремін, жаным айналайын. Еңбегіңнің жемісін же. Мына Насибаға да күйеуінің атын көре алмай тұрмын. Насибаға да сондай жұғысты болсын. Нұрберген. Олар да сол бала шағасының қызығын көрсін. Мен сендерді жақсы көремін, айналайын. Біз де сізді жақсы көреміз, рахмет. Айналайын, сол өмір деген теңізде қанаттарың талмай жүзе беріңдер. Айтқаныңыз келсін. Айгерім саған да еңбегіңде табыс. Көп рахмет. Осындай жақсы бағдарламалар көбейе берсін, мынау тоқтамасын, әрбір келінге, әрбір отбасына үлгілі бағдарлама. Ой, рахмет. Басты болыңдар, қымыз жастарыңдар. Көп рахмет сізге. Адамның қанаты ниеті дейді ғой енді, иә? Ниеті дүзі бүкіл көрерменге рахмет. Шыны керек, осы 3 күн тікелей эфирге шыққалы телефонға дамыл болып жатқан жоқ. Біздің қыздар алып үлгермейді, қосып үлгермейді. Жақсы, енді біз осы жалпы шаңырақтағы несібе, жаңа оны көбейту деген тақырып болғаннан кейін, бұл қалай болғанда да жұптық іс, иә? Жұп болып жұмыс істейтін іс.
Біреу дұға етеді, біреу іс әрекет жасайды, біреу ниеттенеді, біреу артынан кеттік деп мотивация беріп отырады, біреу жаттықтырушы болады, біреу жаңаға іске кірісуші болады дегендей. Насиба мен Нұрбергеннің эфирде болған аптасынан бір еске салу видеосын көріп алайық, сосын осы тақырыпты жалғастырамыз. Бірінші өзгерісті әйел бастау керек, бойында бастау керек деп. Екеуінің қарым-қатынасының жақсы болу үшін бірінші қадам әйелден болу керек деп айттыңыз. Солай ма? Қайтадан айтыңызшы. Мен екінші рет қайталап айттым. Мен оған бастан айтам, келе салып мен жағамнан алма деді. Проблема айтқан қызғым өсім. Сұрақ нақты. Отбасындағы бірдей деңгейдегі дамуға әйел жауапты ма? 3-ті 0-ге көбейткенде 0. 3-ті 1-ге көбейтсең 3. Әсер етеді, ол әйелдің әсері бар. Мынаған дым әсері болатқан жоқ, ол сұрады керек. Демек дұрыс айтпаған. Бере ма? Демек дұрыс жеткізбеді. Насибаның бетіне қарап отыр айтпайын деген шауызыңды деп. Менің қас-қабағыма қарауға оңай емес қой. Я, қиын эфир болған. Қиын үлкен пікірталастар болған. Өйткені мына тақырыпта шынымен де пікірлері кереғар болады көп жағдайда. Сонымен жалпы жұптық дамуда, үй аламыз деп жатырсыздар. Бір-бірлеріңізге деген қолдаулар қалай болып жатыр? Әсер етіп жатырсыз ба? Әсер етіп жатыр. Айтамыз, күнде көреміз, қара, мынау бұлай өмір сүріп жатыр, мынада бұлай үй бар, бұлай жасайық. Мысалы үй алып дейсіз ғой. Алдымызда тұр, премьер, бізден кішкентай болсын алып жатыр, бізде бұлай істейік деген нәрселер айтылады. Енді өзі де ойлап жүр ғой, ол нәрсені. Ойлап жүрсін. Енді ниетіміз түзу ғой, главный. Алланың да бұйыртқан күні бар шығар. Енді ол үйіміз жоқ деп жасқанып қалмаймыз, барынша әрекет қылып жатыр. Жоқ, үй жоқ деп жасқану деген ойға да келмейді. Негізі жоқ деп жасқану менің ойымша ол бір әлсіздік сияқты. Жоқ деген нәрсе ол жаңа жолға, жаңа биікке баратын рычаг дейді ғой, түрткі. Жоқ па? Бол демек, бар қылу керекпіз. Бар қылу үшін әсер ету деген. Негізі түсінемін Насибаның ол ойын мотивация беру деген. Мысалы, бірақ оған ер азаматтың әсері, нәтижесі, реакциясы әртүрлі болады. Мысалы, аналар алыпты бізде жоқ дегенге көп әйелдер таяқ жеп қалып жатады. Немесе сөз естіп қалып жатады, ұрыс болып қалады, содан кейін айта алмай қалады. Сізде осындай мотивацияларға реакцияңыз қандай сіздің? Енді үй жоқ деп ұрып төбелеген ештеңе өзгермейді. Әйелімді барынша қолдап, дұрыс жағынан. Бұл да айтады, үй алайық, үйтейік, бүйтейік деп. Енді барынша қолдан келген әрекет қылып, бұйырғаны барша да өзім жұбатам, айтам болғанда. Сен де әйтеуір осылай көріп тұрып, біліп тұрып, айта берме деймін да. Жаңағыдай үй алайық деп. Мазамды алып, жағамды ала берме дейсіз. Барынша әйтеуір түсін мені. Мен әрекет қылып бұйырғаны болады деп. Барынша Алладан сұрап, түзу жолмен, адал ақша тауып алған дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс. Негізі, мен бар ғой, мен Нұрберген бірінші рет эфирге келген кезде, осы жердегі шу шығаратын адам сол бола ма деп ойлағам. Осы жерде талай шу шығарған жігіт болды, мойындайын, өтірік айтпай ақ қояйын. Нағыз сөйлесуге қиын болатын адам осы кісі деп ойлағам. Расын айтайын. Өйткені болады, жаңаға біткен ер азаматтар болады, маңдайында балтасы бар. Және тіл табысу қиын, көндігу қиын, бір түсінісу қиын болады. Бірақ Нұрберген, сізге бұл жерге келіп тұрғаныңыздың өзі, Насибаның жанына еріп, сіз келгіңіз келмеген анық қой енді. Көбісі келіншектердің соңынан келеді, кеттік жарайды енді деп келеді, мысалы. Соның өзі батылдық, соның өзі әрекет. Қанша ар жақта не болды, бауырым, не істеп жүрсің деген қоңыраулар болып жатыр. Біле, көп баршыларды көп көріп жүрміз ғой. Сен не істеп жүрсің, не айтып тұрсың, тамақ пісіріп тұрсың ба деген әңгіме болады. Соның бәрін ысырып, менің жаным, менің анам, балаларымның анасы үшін мен келем дегеннің өзі батылдық. Сондықтан әсер етіпті. Жақсы, біз бір қоңырау қабылдап жіберейік. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирге қостық. Қалыңыз қалай?
теледидардың дауысын басып қойып, алло деңіз енді. Уақыт жоқ, тікелей эфирдеміз. Жарайды, мына байланысты қоя саламыз ғой деймін, редакторларға рахмет, хабарласқандарыңызға. Сонымен енді бұйырса, бір түйіндеп жүрейік мына әңгімені, Түйіндеп жіберейік. Енді бұйырғаны болады, ол бар, әрекетте керек. Әрекет етіп жатырмыз, барынша жақсы жұмыстар жасауға, жақсы нәрселер істеуге, осы нәрсе дамытуға. Насиба, басында блогер болып бастаған кезде Нұрберген қарсы болды. Сосын тіл табысыңыздар, дос болдыңыздар, бірге істеп жүрсіздер, сол кезде біраз туысқандар күлді. Әрине. Қарсылықтар болады ғой. Солар қазір жарнама алып жатыр екен ғой сізде? Арасында бар, мынандай жарнама жасап берсе деп, мен де бетім біліп кетпей, ақшасын берсе онда деп айтам. Айналып кетеді ғой. Туысқандарға жеңілдік бар ма? Туысқандарға жеңілдік бар, әрине. Қанша тұрады жарнама? Жарнама 30 мың теңге тұрады. Пост? Сторис. Рилс ше? Рилс 20 мың теңге тұрады. Біздікі тегін. Менде бар ше, 50 мың тірі бар. Ана жағдайын айталып, жүрмей аты жұмысым. Жасай салам. Негізі дәл осы жерде тағы да айтқым келіп тұр. Мына жерде асаба, мына жерде блогер бар. Не болды, шықтың, сөйледің, кеттің дейді. Бұның бәрі еңбек. Жеке бренд. Мына жерде мысалы, ойлаңызшы, үй сеніп жатыр, шашында алатын ақшасы жоқ, бірақ оған бірдеңе қылып тойға шығу керек. Мына жақта блог жүргізгісі келеді, потенциалын біледі, бірақ оған бәрі қой дейді. Ондай үлкен жаңағы той тарыстардан сүрінбей өту де үлкен өз-өзіңе жалпы пікірлерді жеңуге деген күш керек. Сондықтан қазіргі енді ақпараттық кеңістікте табыс тауып жүрген адамдарға күліп қарауға болмайды деп ойлаймын. Негізі жоқтан шыққан екенбіз. Телефон, кеттік. Қанеки, қайырлы күн, эфирдесіз, сәлеметсіз бе? Алло. Да, қалыңыз қалай? Эфирге қостық аға сізді. Сәлем. Орал қаласынан звондап тұрмын. Орал қаласынан. Мен мына шарапат пен махаббатқа не айтайын деген құттықтау. Мына үйлі болып жатыр екен. Құтты болсын, иә? Үйлі болып жатыр енді. Қоныстар құтты болсын. Іші толған бала шаға болсын. Аумин. Қолдау отырам, күнделікті қарап отырам. Тамаша. Жанкүйер болып, қолдаушы болып. Тамаша. Ағасы жасыңыз қаншада? Жасым 43-те. Супер. Жасым 43 жаста. Тамаша. Көп жасаңыз. Көп рахмет хабарласқаныңызға. Рахмет хабарласқаныңызға. Үлкенде, кішіде, ер азаматта, аруларда, балаларда, апаларда, бәрі де тату тәтті назарда деп тұр екен. Біз ол үшін өте қуаныштымыз. Еңбек далаға кетпей жатқан сияқты, қазақта бақытты отбасы көп болса екен. Аздаған үзіліс, сосын бізде дегустация. Шарапатқа сұрағым бар еді. Шарапатқа сұрақ бар. Окей. Әйеліңізге мақырға не бердіңіз? Не сұрадыңыз мақырға? Комплект деп сұраған. Алтын. Бәрі сияқты. Енді берем. Қашан? Менің ойымша балаңа жағдайды қиын қылып қою намыс. Үйге кешке тамақ жейтін табақ таппау намыс. Баласына қалауын әпер алмау, әйеліне қалауын әпер алмау, өзің бір жақсы өмір түсіру, ол намыс емес. Бала реанимацияға түсіп қалды, жансақтау бөліміне. Ұқтап жатыр да? Көзін ашпайды. Көзін ашпайды, ұқтап жатыр. Әрі қарай дамуға әрекет еттік, жұмыс істедік, ары бермен блогымды жүргіздім деген сияқты. Бір қиындық, бір жақсылық қалып барады. Әр қиындықтың арғы жағында жақсылық күтіп тұрады дейді, енді халықтың арасында осындай сөз. Сондықтан Нұрберген мен Насибаның тезірек шаңырақты болуына тілекшіміз. Құтты болсын сіздердікі де. Ал енді эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін өзі бір отбасы үшін ең маңызды тақырып ол шаңырақты болу, несібені көбейту, несібені берекелі қылудың жолындағы барлық кедергілерді жұп болып жеңе білуді айтып жатырмыз. Бағдарламамызды көріп үлгермесеңіз, құрметті көрермен, YouTube-қа жүктеп қоямыз. Қазір хабарласқан көрерменді тыңдап алайық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Алло деп жіберіңіз, қалайсыз? Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Шүкір, өзіңіз қалайсыз? Шүкір, жақсы. Мен Насиба мен Нұрбергенді қолдау білдірей жіберейін деген едім. Тамаша. Насиба мен Нұрбергенді
қырда кезінен бастап танимын, тандырған нан жауып, даже қора тазалаған кезінен бастап танимын. Насиба өте еңбекқор жан, пысық, сүйікті де сүйкімді келін деп айтсам болады. Себебі мен сол кезде енді блогын дамытып келе жатқан кезде Инстаграмға тіркеліп қараған болатынмын. Содан кейін біз кәдімгі өмірде араласып подружка болып кеттік. Кім бұл? Өте жақсы подружкамыз. Есіміңіз кім болады? Саяғым. Жансая. Бізге енді реклама тегін Насибадан. Құрбыңыз ба? Мен де блог Насибамен араласып, кәдімгі подружка болып, туған сіңілімдей болып жақсы араласып кеттік. Нұрберген де өте мықты, көкпаршы, жақсы танимын. Насиба үнемі бір-бірін өте қолдайды. Екеуі әдемі жұп десем болады. Жақсы Жансая. Рахмет. Өзі өте мақтау айтқан болатын маған. Сол себепті текст алға, отыз түнделікке деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Мынандай құрбылардың болғаны қандай жақсы, иә? Нағыз құрбы екеніңізді дәлелдедік, ертең айтып жүресіз чатта. Ей, сен қайсың хабарластыңдар? Мен хабарласқанмын эфирге деп. Маған сол не подружкалардың бәрі жазып жатыр. Сен неге бізді қарамайды деп айтасың? Біз сені қарап жүріп қой, просто саған жазған жоқпыз деп. Көрген жоқпыз. Естіген жоқпыз, қайдасыздар? Қыздарды группадан шығарып жібердің уже деді. Жарайды, әзіл-әзілмен, иә, құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз, құрметті достар. Біздің енді дайындаған тағамымыз, ұмытып кеттік қой ол туралы да, иә. Дайын, қазір оны дегустация жасайтын уақыт келді. Мен енді өздеріңізге төрешімізді таныстырған жоқ едім. Біздің арнада, ұлттық арнада әріптесіміз бар, Қонысбек Терегұлы деген батыстан келген журналист жүргізушіміз. Таңшолпанда Қонысбек пайда болғалы бері, міне көріп отырсыздар, Қонысбек қайда жүрсе, сол жерде қолдан пісірілген дәмді тағам болады. Ол Таңшолпанға таңғы сағат 6-5-те ыстық тағам дайындап алып келуі мүмкін. Қонысбектің шаңырағында қонақта болмаған әріптес жоқ. Әйелі дайындаған хумусы, анаусы, мұнаусын дәмін татпаған адам жоқ, өзім оны көргенмін, білгенмін. Топ-топ қылып шақырады, топ-топ қылып ыстығынан пісіріп алып келеді, бәрі дәмді. Сондықтан төрешігім болу керек деген кезде мен өзім осы әріптесімді ұсындым. Өйткені тамақтың дәмін татудан, оны бірге дайындасудан, өзі бірнеше баланың әкесі Арысқан артық эксперт жоқ деп ойлаймын. Біздің студиямызда ұлттық арнаның жүргізушісі Қонысбек Терегұлы. Қонысбек, рахмет. Жақсы, өзіңіз қалайсыз, шүкір. Ой, рахмет келгеніңізге. Алдымен құттықтасам болады ғой. Шарапат пен махаббат шаңырақты болып жатыр екен. Енді шарапат пен махаббатқа бөленіп, тату-тәтті ғұмыр кешіңіздер деймін. Амин. Мынау не деген әдемі тілек. Мына баланы Таңшолпанға жүргізуші қылып алып алатын екен, е? Иә, арман екен. Жалпы Таңшолпаннан бала күнінен бізге қонаққа келген өткенде Таңшолпан бағдарламасы арқылы ата-анасына, туғандарына сәлем жолдау арман екен. Жүргізушілік былай тұрсын. Жүргізуші болуды армандап жүр, бірдеңе қылып енді. Иә? Хабарласасыз. Жақсы, Қонысбек, сүйіктіңіз дайындайтын қандай тамақ ең бәрінен дәмді? Келіншегіңіз. Қандай тамағы дәмді дейсіз бе? Көп қой. Білем ғой көп екенін. Өте көп. Мен хумусын ұмытқан жоқпын әлі. Мен қарақұмақ пен күрішті араластырып істейтін тамағын ұнатамын. Түф, не деген тамақ ұнатады? Оның бір екі келмейтін сияқты болуы мүмкін, екі дәнді дақыл үйлеспейтін сияқты. Иә, үйлеспейтін сияқты, бірақ жеп көргенде басқаша. Бір ботқа деп түсінуі мүмкін, бірақ оның түрлі дәмдеуіштерді қосу арқылы істегенде өте дәмді. Бір күн шақырам, келіңіз. Жақсы, қызықтырып қойдық қой көрерменнің бәрін. Инстаграмға сторис салам. Жалпы келіншегіңіз осылай тұрмыс құрғаннан бастап осындай күнде түрлі тағам дайындай ма сонда? Жоқ, ол үйінің кенжесі. Үйінде ешқашан бұл сіріңкені жақып көрмеген деп айтады ғой. Ешқашан үйінде тамақ істеп көрмеген, ол өзі айтады, мен тек үй жинаудан басқа менің шаруам болмайтын деп, және мен ешқандай шаруаға салмаған деп. Келгеннен кейін, келін болып түскеннен кейін. Қонысбек айтты ма сонда, маған тамақ пісіріп бер? Жоқ, әжесі мен анасы айтқан, барған жеріңді істейсің, үлгересің, үйренесің. Ер азаматтың жүрегіне жол қарын арқылы деп орыстың мақалын айтқан ба? Ол өзі айтады, мен қонақты бәрін шақырғанда маған қонақтың алғысы алып, ризашылық алып кеткен емес, бастысы саған ұнап, сенің көңіліңнен шыққаны. Мен бірінші кезекте сен үшін істеймін. Тәф. Қонысбек, көмектесесің ба? Әрине, әлбетте. Ыдыс жуысасың ба? Жуысам.
ыдысты да жуамын, үйді де жинаймын. Осындай ер азаматтардан ән алып кетеді ғой. Ал кеттік, оң жақтан бастаймыз. Бізде дегустация. 1-ден 5-ке дейін ұпай бар. Екеуіне сол ұпайларды бөліп береміз, дәмін көреміз, бағалаймыз. Ең объективті баға күтемін. Кеттік, бастайық. Наша, ар жақ... Айналуым керек. Ар жағынан барған дұрыс. Студияның өзінің бір тәсілдері бар. Шарапат. Кеңіз, қош келдіңіз. Мен әріптесім екен. Болмасаң да ұқсаппақ болып жатыр ғой. Ал, ас болсын. Тосын сейміз. Егемдікіне болмауы мүмкін. Кеттік. О, құлпынай. Әдемі, е? Және. Сырник дейді. Құймақ, біз қазақша құймақ дейміз. Құймақ. Ас болсын. Көрейік. Бірінші жеп дәмін татып аламыз, сосын соңында бірге баға береміз. Иісі, құрметті көрермендер, бұрқырап тұр. Мына жердегі студияда әуелі бауырсақтың иісі шықты, сосын құлпынай. Қонақ келгенде жасасы ыңғайлы екен негізі. Қалай екен? Түріктерде ғой таңертең қонақ баратыны. Біз кешке. Кішкене шикілеу. Піспей қап па? Ортасы? Уника піскен ғой. Құлпынайды жылыжайыңызда өсірдіңіз ба? Піспей қапты. Бұлай жалпы бірақ? Жақсы. Дәмі бар, бірақ кішкене ортасы піспей қалған екен. Осы тағамның негізгі... Әрине, ең қиын тұсы осы ортасын пісіру ше. Сосын көбіне екі жағын қуырып алады да, сосын пешке салып жатады. Ал енді мына сол жақ өтейік. Ортасын пісіреміз. Қорқып тұр, толқып тұр. Насиба, менің тамағымның ортасы пісті ме екен деген уайым бар ма қазір? Жоқ, пісті деп ойлаймын. Иә, сіз жек көрдіңіз? Қара, Нұрбергенде Шарапаттан ерене бастады. Кеңіз жеп қойдыңыз. Ал ас болсын. Мына жерде пістім. Қаймаққа батыр жеріңіз. Бүкіл қазақ болып аузыңыз қарап отырмыз. Біз сол көріп бүйтіп аузына қарағанбыз ғой. Жақсы, дәмді. Ұнады. Келіңіз ортаға. Махаббаттың көңіл күйі бұзылып кетті. Жарайды, бұл әлі 3-ші күн. Енді үйде піссе басқаша болатын шығар, енді қанша айтқанмен студияда пісірген соң кішкене толқып тұрып, қиын кездерді еске алып тұрып пісіріп. Уақытқа сығатын шығар, иә. Не дейсіз, баға береміз. Оң жақтағы жұптың? Бірінші махаббат пен шарапат жұбына 4 деген баға берсем болады ма? Өзіңіз білесіз, 4. 4-ке қуанады ғой бұл кісілер. Нұрберген Насиба жұбына енді 5 па? 5. Тамаша. Рахмет, Қонысбек. Сіздерге рахмет. Сіздің үйге бар тамақ ішуді күтеміз енді. Бұйырса, міндет түрде келіңіздер. Рахмет. Жалпы енді мен тату тәтті жобасының алғашқы шығарылымынан бастап жанкүйерімін деп айтуыма болады. Өйткені бұл тату тәтті жобасы жай ғана бағдарлама деп қарамау керек. Бұл отбасы институтының әдемі бір моделі деп айтуға болады жұптарды. Өйткені болашақта үйленгелі жүрген жастар осы жұптардан түрлі кейстерді көру арқылы бір-бірінің қате кемшілігімен жұмыс істейді. Өйткені мен жобаны көргенде өзіңізге де жекеңізге жазған кейбір жұптар болады, күйінесің. Жұлқылағың келеді. Ей, не деп отырсың деген сияқты. Ал кейбір жұптар болады, қарайсың, сүйсінесің. Сондықтан ойлаймын, жігіт те қыз да бір-бірінен идеал іздемеу керек, өйткені отбасында идеал адам болмайды. Ал ұрса қалып, болмаса бір тоң теріс бола қалған жағдайда ашық диалог керек. Диалог қана бәрін шешеді. Рахмет, Қонысбек, көп рахмет. Рахмет айтамыз. Осылай ер азаматтардың жобамызды көретіні, ол туралы ой түйетіні, жалпы медиа тұлғалардың, пікір көшбасшыларының ашық ортаға салатыны қуантады. Өйткені қалай дегенде де біз енді сынды көңілімізге көп аламыз ғой. Ал мақтаулар ол бір түрлі солай болу керек сияқты, дұрыс пікірлер. Сондықтан дұрыс пікірлерге қарап өсеміз, өнеміз, сынға қарап түзелеміз. Құрметті көрермен, толассыз қоңырау шалып жатырсыздар. Сізге де дәл осы ретте рахмет айтқымыз келеді. Тату тәтті жобасы сіздердің ниеттеріңіздің арқасында осылай 3-ші маусымына эфирге шығып отыр. Бұйырса ғұмырлы болайық, жобамыздың, халқымыздың өсіп өркендеуіне қосар үлесі болсын. Ал сіздерге келгендеріңіз үшін ерінбей, шекі болсын, басқа болсын, қалай болсын, әйтеуір пісіріп жатқандарыңызға кім не десе о десін, бетке таналды жағып алып қалың қылып десең бұқып жоқ қойдыңыз. Кеп тұрғандарыңызға рахмет. Ал сонымен бүгін 3-ші күн. Шарапат пен махаббат 4 алды. Ал Нұрберген мен Насиба
5 алды. 3 күннің қорытындысы бойынша Шарапат пен Махаббат жұбында 12 ұпай. Нұрберген, Насиба жұбы 1 ұпай алды келе жатыр, 13 ұпай. Тамаша, мен кеше теңесіп едік. Ортасына келгенде өзі бір тату-тату де жоспар бар, осындай бір дәстүр бар. 3-ші күннен кейін басталады. Нағыз қызықтың көкесі. Сондықтан алдағы 2 күнде сіздердің нәтижелеріңіз бәрін шешеді. Жалпы қыздар, жігіттер, қалай 3 күн болды эфирде тұрсыздар, біраз әңгіме айтылып жатыр. Қалай екен, не дейсіздер? Үлкендерден бастайын, е? Иә. Не дейсіздер? Бағдарлама өте керемет. Себебі бізде түсініспей жүрген мәселелерді отбасындағы екінші маусымнан кейін үйге барып сөйлестік. Осыдан кейін де сөйлесетін мәселелер бар екен, тағы да көз жеткізіп жатырмыз. Онда сөйлесеміз, алға қалса шешеміз, және мотивация алып жатырмыз. Бір сұрақ. Нұрберген сізге қай жағынан әсер етеді? Сіз оған әсер етесіз, оны көрдік. Ол маған да білмеймін, әсер ет. Менің өзгеруіме, өсуіме енді жаса деп түсініп мені қолдағанның өзі, ол маған әсер еткені ғой. Енді сөзбен жеткізбейді, ер адамдар көбіне сөзбен емес, іспен жасайды ғой. Жарайды деп, өзі қаламаса да жасайды, өзі қаламаса да барады, өзі келіспесе де мен үшін сол нәрсені жасап бергені. Келіншегі шыж-бұж ғой, құрметті көрім, байқаған шығарсыздар. Әрбір Насиба бірдеңені бастайды ғой, бүйтіп сөз бастайды ғой, бүйтіп. Сол кезде Нұрбергеннің көзінен білесіздер ма, не оқимын? Қазір не айтады нағыз деп айтып. Қара, көзінен жөстіп, қазір мұна кісі не айтайын деп тұр деп қарап тұрады да, сосын әйтеуір уф дейді. Әдемі жұп, жақсы. Сіздер не дейсіздер? Үйлі баранды болған жастар. Сен біраз айтшы. Енді біз үйден мен сөйлеймін ғой. Тату-тәтті деген өте керемет жоба. Әсер өте көп. Жеткізуге мүмкін болып тұрған жоқ. Алдымызда аға мен жеңгені қалай сыйлау керек, осы кезде үйреніп жатқан. Аға мен жеңгені өзіміздің отбасымыздағы тату-тәттілігі одан әрі күшейіп жатыр біздің арамызда негізі. Бұған дейін де дұрыс болған, бұдан кейін одан әрі керемет болады. Түсініспей қалған тұстарымыз, Аллаға шүкір бізде бәрі түсінікті. Енді мына кісі кішкене үйде періштені сағынғасын. Жоқ, біздің осы жобаға келгеніміздің өзі бізге жалпы жақсы әсерін беріп жатыр негізінен. Оң әсерін. Қалай сонда? Қандай детальдарды айтшы? Осы жобадан кейін жаңағыдай жұмысқа шықтым. Қазір мұғаліммін. Құттықтаймын. Тамаша. Мектепке сәлем жолдай салайын. Кімге? Мектепке. Мектеп қай мектеп? Сұранып жіберген мектебіңді айтшы. Талғар ауданы Қызылтау ауылы номер 24 орта мектепке. Сәлем. Негіз өткен жолы жұмыс істемеймін деген еді. Тамаша, құрметті көрермендер. Осы жобаға келіп, менің күйеуім қандай алтын деп көз жеткізгендер бар. Менің келіншегім керемет екен ғой деп түйгендер бар. Ең бастысы өздеріңіздің қандай мықты екендеріңізді біздің жұптарға қарап отырып түсінсеңіздер, сіздің жеңіс сол деп ойлаймын. Тату үйде тамақ тәтті болады. Ұмытпаңыздар, ұлттық арнада қауышқанша.